Құрметті желі оқырмандары, құрметті әріптестер. Біз бүгін Қазақстан кітапханашы қауымдастығының анасы, кітапхана ісінің үздігі, майталманы Роза Бердіғалиева туралы әңгіме қозғағымыз келіп отыр. Роза Аманғалиқызы Бердіғалиева Ресей Федерациясы Астрахан облысы Володар ауданы Қарабүйрек ауылында дүниеге келген. 1945 жылы 5 мамырда. Роза Бердіғалиқызы 1963 жылы Алматы қаласындағы номері 66 мектепті үздік тәмамдап, сол жылы Мәскеу қаласындағы мемлекеттік мәдениет институтының кітапхана ісі мамандығы бойынша оқуға түседі. Бұл оқу орнын 1967 жылы тәмамдаған Роза Аманғалиқызы өз еңбек жолын 1967 жылы, яғни осы жылы Қазақстандағы жаңағы біздегі мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасында қызмет атқарудан бастайды. Осы мемлекеттік жасөспірімдер кітапханасының негізін қалап, осы кітапхананың директоры болып қызмет атқарады. Бұл 1976-84 жылдар аралық болатын. Өз ісінің шебері Роза Аманғалиқызы осы кітапханада жақсы озат қызмет атқарып, жоғарғы биіктерге көтеріліп, кейіннен Қазақстан ұлттық кітапханасының директорлығы мамандығына дейін көтеріліп, осы ұлттық кітапхананың директоры болып қызмет атқарады. Бұл кітапханада жүрген кезде осы ұлттық кітапхананың ұлттық дәрежеге көтерілуіне, осы ұлттық кітапхананың халықаралық кітапханалармен терезесі теңдес, қызметтес болуына үлкен үлесін қосады. Роза Бердіғалиева бұдан кейін де көптеген ірі қызметтерде, жаңағы мәдениет саласында, кітапхана саласында ірі қызметтерді атқарып, Астана қаласында ұлттық академиялық кітапхананың бас директоры және тағы басқа басшылық қызметтерді атқарады. Сондай-ақ 1989 жылы елімізде алғашқы автоматтандырылған кітапханалық ақпараттық жүйе құрылымының бастауында осы кісі қызмет атқарады. Роза Аманғалиқызы Еуразия кітапханалық қауымдастығының алғашқы тмд мемлекеттер арасындағы алғашқы президент болып сайланады. Қазақстан кітапханашыларының қауымдастығында осы кісі құрып, оның да президенті болып қызмет атқарады. Роза Аманғалиқызы көптеген жаңағы жетістіктерге жетіп, көптеген кітапханалық қызметтерді атқара жүріп, өзінің адал еңбегінің арқасында жаңағы көптеген еңбектер жазады, ғылыми еңбектер жазады. Ол кісінің дәрежелері, жеткен жетістіктері, ол кісі тарих ғылымдарының докторы атағын алады 1997 жылы. Бұл тақырыбы Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасының құрылуы және 1931-45 жылдардағы тарихи зерттеулердің дамуы тақырыбындағы диссертациясын қорғайды. 95-2008 жылдар аралығында халықаралық ақпараттандыру академиясы қоғамдық ұйымының кітапхана ісі филиалының корреспондент мүшесі болады. 2008 жылы академик болып сайланады. Халықаралық ақпараттандыру академиясының қоғамдық ұйымы кітапхана ісі бөлімі филиалының толық мүшесі болып қабылданады осы жылы. 1998 жылдан Еуразия халықаралық экономикалық академиясының корреспондент мүшесі, 2003 жылы Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінің профессоры болып сайланады. Сондай-ақ ол кісі көптеген мансаптарға жетеді. Осы өзінің адал еңбегінің, қажырлы еңбегінің арқасында 1984-87 жылдар Республикалық ғылыми әдістемелік орталықтың халықтық шығармашылық және мәдени ағартушылық жұмысының директоры қызметін атқарады. 1976-84 жылдар Мемлекеттік Республикалық жасөспірімдер кітапханасы бағана айтып өткенім, сол жерде директорлық қызмет атқарады. Қазақстанның Фрунзе райкомының ЛКСМ-нің екінші хатшысына дейін көтеріледі. 1967-72 жылдары ғылыми әдістемелік бөлімнің меңгерушісі болады. Мемлекеттік Республикалық балалар кітапханасының Бегалин атындағы библиографы қызметінде атқарады. Енді бұл кісі тек қана осы біздің
республика көлемінде өзіміздің Қазақстанда ғана емес, сонымен қатар халықаралық дәрежедегі қызметтерді де тең атқарып жүреді. Айтар болсақ, Азия және мұхит елдерінің кітапханалық қауымдастықтары менен мекемелерінің халықаралық федерациясы тұрақты аймақтық комитетінің мүшесі болып сайланады. 2007-2011-2015 жылдар аралығында. 2003 жылдан ақпаратқа еркін қол жеткізу және сөз бостандығы жөніндегі комитеттің мүшесі болып сайланады. Бұл кісінің адал еңбегінің, қажырлы еңбегі жоғарғы бағаланып, жаңағы құрмет орденінің кавалері болады, Қазақстан еңбек сіңірген қайраткері атағын алады. Сондай-ақ Қазақстан Республикасы тәуелсіздігіне 10 жыл, Қазақстан парламентіне 10 жыл, Астананың 10 жылдығы мерекелік медальдарын төсіне тағады. Сондай-ақ жаңағы Кеңес одағы кезінде де бұл кісінің еңбегі еленбей қалмайды. Жаңағы еңбек ардагері медаліменен, соның ВДНХ-ның күміс медалімен марапатталады. Соның соң Қазақстан Республикасының білім озаты, Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрінің төсбелгісімен марапатталады. Сондай-ақ Ресей Монопициалды академиясының жазушы Шолоховтың 100 жылдығына арналған мерейтойлық жаңағы естелік медалімен де марапатталған екен. Енді жарқын жүзді әріптесіміз, кітапхана саласының майталманы, кітапхана саласының шебері Роза Аманғалиқызы өзінің шеберлігінің арқасында, өзінің жұмысқа деген ынтасының арқасында, жоғарғы білімді мамандығының арқасында ол кісі көптеген мамандарды даярлап, сол мамандарға өзінің жарқын бейнесін тастап кетті. Роза Аманғалиқызының есімі жаңағы ұлттық кітапханада, ұлттық академиялық кітапханада, жалпы Қазақстан кітапханашыларының арасында зор құрметпен аталады. Ол кісі 2015 жылы 27 наурыз айында өмірден озды. Бірақ бұл кісінің жарқын бейнесі біздің жаңағы кітапханашылар қауымдастығының арасында зор құрметпен аталып, әрқашан есімізге алып отырамыз. Зор құрметпен тыңдағандарыңызға рахмет.